Мадира тағы да сендермен бірге. Достар, біз көп уақыт ютубта болған жоқпыз, сондықтан сіздерге өте күшті, өте пайдалы видео түсіргіміз келді. Және біз көп ойланып бір шешімге келдік. Яғни бұл видео 2019-ның қорытындылары деп аталады. Яғни бүгінгі видеода біз сендермен 2019 жылдың қорытындыларын еске түсіретін боламыз. Сендерге қызық болса, кеттік! Біздің ойымызша әр адам жыл сайын өзінің қорытындыларын жасау керек. Өйткені ол сосын жыл бойы қандай қуанышты сәттерді еске алады. Сондықтан біз бүгін біздің жетістіктерімізді және қуанышты сәттерді айтатын боламыз. Ең бірінші жетістігіміз ол күміс батырма. Осы күміс батырманы біз өте көп күттік, өте көп тырыстық осы күміс батырманы алу үшін. Біз осы күміс батырманы 2018 жылдың аяғында өзімізге мақсат ретінде қойғанбыз. Және біз өте қатты қуаныштымыз. Ол әрине біздің ғана емес, сендердің де жетістіктеріміз. Және біздің екінші жетістігіміз ол екінші жетістігіміз ол біз осы жас блогерлер номинацияның лауреаты атандық. Және осы жүлде бізге берілді. Біз осы жүлдені аяқ астынан алдық, солай деуге болады. Күтпеген жерден ол бізге келді. Біз Қостанай қаласына барып, осы жүлдені алып кеткен болатынбыз. Және біз халықтың сүйіктісі атағына ие болдық. Біз сендерді қатты жақсы көреміз. Ол да сендердің арқаларың. Сол үшін сендерге үлкен рахмет айтамыз. Және үшінші жетістік ол біз 5-ші сыныпты үздік бітірдік. Әр баланың мақсаты сапалы білім алу болу керек деп ойлаймыз. Сондықтан да біз үшін осы грамота өте маңызды. Және достар, біз осы жылы өте көп дос таптық. Біздің мектепте, мектептің сыртында да біз бастауышта тек қана біз өзіміздің сыныбымызбен ғана дос болатынбыз. Ал осы 2019 жылда біз өте көп дос таптық. Параллель класстардан, оның мектептің сыртында да өте көп достар болды бізде. Біз үшін ол өте маңызды. Және де 5-ші жетістігіміз ол біз ең бірінші рет өзіміздің фан-встречамыз ұйымдастырдық. Ол біз үшін өте үлкен жетістік. Өйткені біз сол күні өте қатты қобалжып жүрді. Және біз таңертең тұрғанда күн өте суық болды, жаңбырлы. Сол үшін біздің көңіл күйіміз түсіп кетті, бірақ бізге ата-анамыз қолдау көрсетті. Ата-анамызға да үлкен рахмет айтамыз. Ешкім келмейді деп біз өте қатты қорқыттық. Бірақ бізге көп адамдар келді. Және басқа қаладан да келді. Ол Алматы, Орал, Шымкент, Семей болды. Біз Семейде өте қатты таңғалдық. Сол үшін сендерге үлкен рахмет айтамыз. 6-шы жетістік ол біз осы жылы 2019 жылы 11 қалада болды. Біз үшін ол өте көп цифра. Және де біз жарты қалаларды өзіміздің жұмыстарымызбен бардық. Яғни Теміртау, Балқаш, Қостанай, Қарағанды, Петропавл, Бурабай, Көкшетау, Шымкент, Алматы, Қостанай және Баянауыл. Және 7-ші жетістік ол біз ең бірінші рет ата-анасыз лагерге бардық. 10 күндік лагерде болды. Яғни біз үшін ол өте күшті болды. Бізде сол жерде өте көп достар таптық. Оның алдында бізге ата-анамыз рұқсат бермеген. Бірақ биыл біз бардық.
және де бізге өте қатты ұнады. Және де лагерьдегі достарымызға жалынды сәлем. 8-ші жетістігіміз ол біз осы жылы спортпен шұғылдана бастадық. Яғни бізге ата-анамыз жылдық абонемент сатып алды. Яғни біз фитнеске және бассейнға барамыз. Әлі күнге дейін барып жүрміз. 9-ші жетістігіміз біз осы жылы жарнамалық жобаларға қатыса бастадық. Біз осы туралы сіздерге кейінірек айтатын боламыз, нақты айтатын боламыз. Сол үшін күтіңдер. Және 10-ші жетістік ең соңғы, ол біз өзіміз ақша жинап, ата-анамызға және мирасқа туған күндеріне сыйлық жасаған болатынбыз. Біз үшін ол да өте үлкен жетістік. Өйткені біз өзіміздің туғандарымызға, өзіміздің жақын адамдарымызға кішігірім сыйлықтар жасап жатырмыз. Достар, біздің видеомыз аяғына жетті. Сендерге ұнады деген үміттеміз. Және де достар, осы жетістіктер біреу үшін көп, біреу үшін аз, бірақ біз үшін біздің жасымызға жеткілікті деп ойлаймыз. Сондықтан және де сендердің жетістіктеріңді комментарияға жазып кетіңдер, біз міндетті түрде оқимыз және лайк басамыз. Ал сендермен бірге болған Адина, Мадира, Твинс. Лайк басыңдар, комментарий жазыңдар және каналға тіркеліңдер. Бай-бай!